Бывшийым айырылысып кеткен соң бір айда қыз тауып үйленейін деп жатыр. 3 жыл жүргенбіз, қалай ол мест па дейді. Ой, кім тасташы? Мест емес, Сайбал. Еркектің психологиясын білсең, сен мест па деп отырмайтын едің. Ол сені сүйсе, сенің көтіңнен қалмайтын еді. Ол сені сүймейді. Өзіне ыңғайлы жаңағы келіншегін алып жатыр әйелдікке. Сені сүйсе, сенімен болатын еді. Так что мест демей-ақ қойыңдаршы кім. Мен өзімді қатты сезінемін, еркелей алмаймын дейді. Молодец. Куни не хочет делать, типа я мужик, не могу гордость перебороть, деп айтады дейді. Смотрите, гордость, пордость, анау, мынау, оның бәрі хуйня әңгіме. Мен еще раз айтамын, еркектің жаңағы қалай айтсам болады, еркектік энергиясы мен либидосын ашсаң, мысалы, дұрыс қоздырсаң, ол бәрін ұмытады, ана жерде бүйтпеймін, сөйтпеймін деген әңгімелердің бәрі қалады. Басымен кетіп, бүкіл өзінің фантазиясын сенімен орындайтын болады. Егер де еркекте бір қандайда бір границалар болып тұрса, дозволенного, недозволенного, да, сенімен еркін төсектен ұялады, сенің алдында жаңағыдай подкаблучник болып кетуге ұялатын болса, ойланыңдар. Қай жерде не то бір нәрсе болды деген сияқты. Көп еркектерді күндіз унижать еткен сайын түнде андай өзінің гордостьтарын сақтап қалғысы келеді. Сол үшін барынша кішкентай қызға айналып еркелей білсеңдерші, стерва бола бермей жаңағышы. Қатипаш болмай бір жағынан. Еркек болмай. Ауыр әйел болмай. Осыны айтқым келіп тұр. 40-тан асқан еркек өзгере ма, мысалы, көбірек ақша табуға деген сияқты, или уже поздно. 40-тан асқан еркек, блядь, сканворд карабан оқып, сканворд шешіп, қалаулым көріп, пиздец болып туа бастайды, мен саған айтайын. Поэтому өзгере ма десең, өзгереді, блядь, но жақсы жағына емес. Айдана ханым бір кітап шығарыңызшы дейді. Хорошо. Бүгін жолдасым шай ішіп отырғанда агрессиямен аяғымен бір тепті, крыса деп ойнап сөйлегем, басында күлді де через минуту агрессиямен бір тепті. Это как вообще дейді. Немене бәлесіңдер құсын. Бір түрлі өсіңдер ғой. Шын айтам. Байың далбайып екен біліп келсің, нең бар крыса деп. Білесің ғой оның қандай екен. Өзің көтің сезді ғой сол крыса деген сөзді айтпас бұрын. Бір әйтеуір ойнап қоясың, бір дақоя сені сүйетіндей. Егер, блядь, отвечаю, байың сен үшін өліп тұрған сезіп тұрсың ба, ойнай бер. Байың сезесің бар ғой, не то екен. И так бір ілініп салынып жүрген отношение у вас. И так бір жақсы көрмейді, 50% бір періп тұрады арасында. Ондай сезімін біліп тұрсың, нең бар крыса деп. Мен жігітімен жүріп беріп қойдым, оған да ұнайды, маған да ұнайды. Это норма дейді, персіп жүре берсейші, оны сұрақ маған неғымай. Айна ханым, әңгімені күшті айтасыз, сізді тыңдасам рахаттанамын дейді, рахмет жаным. С мужем в постели все отлично, но он все равно смотрит порно. Это нормально дейді. Нет, отношенияларын дұрыс-бұрысынан былай тұрсын, күнделікті көретін болса, это уже ауру. Арасында көрсе, значит, оған разнообразие жетіспейді төсекте. Еркек бала үшін бірге тұрады ма, әлде сүйгендіктен ба дейді. Бала үшін де тұрады, сүйгендіктен де тұрады. Смотря сенің қандай жағдайдасың. Месячные задержки 2 апта түнде ақ выделение көп келеді, неден бол. Кім? Гинекологқа баршы. Яқты жазу көріп тұрсын ба, гинеколог акушер деген? Басымда қатырмаш? Әйтеуір бір сұрақ қой дегенге, выделение, көті бәсін айтып береді әйтеуір. Задержка деп. Тест алмаған еғыл дейсің. То Айдош қалай байға тем айтшы дейді. Все, успокойся, Айдош. Бәрі уақытша, қазір эфир бітеді, бәрі уақытша. Нерв талшықтарың бір персу арқылы орнына келеді. Как правильно
неме дейді? Ойбай, отпрашиваться у мужа, чтобы погулять с подружками. Ойбай, Меруерт, ояншы. Меруерт, қанша? 30-ға келдің ғой, я. Немесе астың. Әй, кішкентай баласың ба? Муж, можно мне пойти с подружками погулять? Уф, күрім. Так, жаным, мен қыздармен отырып келемін. 1-2 сағатта келемін, немесе 5 сағатта. Но келген кезде охуенно сорып беремін. Өкінбейсің. Мен кеттім. Настроение болмаса, сұрмауым да мүмкін. Өтінем, айналайындар. Қойындар. Айдағаным шынымен кітап шығарыңызшы дейді. Мақұл деймін. Байым жүр, неше күннен бері көті тырысып. Сексте іздемейді, нервім шығады дейді. Жадыра. Жадыра. Нормально. Драшкілесаш кім? Осы еркектерінің көттеріне жармаспаңдар, айналайындар. Кішкене бір не болсаңдар, өздеріңді қандырып үйренсіңдер, бүйтіп уқалайсың клиторыңды. Міне клитор, бұлар мынау да қата берді ғой бір. Естіліп тұрмын ба? Қатып қалды дейді. Я естілді дейді. Жадыра, посмотри на меня, пожалуйста. Байым, ойбай деп артынан салақтап жүгіре бермей. Өзіңді де иногда клиторыңды уқалап, өзіңді қандырып үйренсейші. Түсініп атсың ба? О чем? Кішкене қарасаш, кішкене Google әлеміне кір, неше түрлі порнхаб, неше түрлі поза. Көр, өзіңді қандырып алда, музыка, Тарканның музыкасын қойып қойда, така-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 така деп өзіңмен айналыс, бір кітап оқы, бетіңе маска жаса. Соның көтінен жүгіре бермеші. Я с мужем развелась через 5 лет. Благодаря вашему курсу с Сушкой помирились. Сейчас живем вместе, дейді. Спасибо вам большое. Я из Кыргызстана, дейді. Ой, қандай күшті. Қандай керемет. Блин, күшті. Күйеуім мені сүйеді, жақсы көреді, ара қатынасы жақсы, бірақ неге ішіп алып саған үйленгеніме өкінемін, дейді. Уляя. Шындықты айтайын ба, алдай салайын ба? Или игнор жасайын ба? Игнор жасайшы. Тағы жылап аңырап атасың. Депші, керегі жоқ маған.